Қайырлы күн достар, бүгін сендерге жасалу жолы өте оңай француздық безенің рецептісімен бөлісетін боламын. Безе өте ерекше дәмді болып шығады, барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Осылай безені қорапшаға салып, сыйлыққа берсеңіз де ерекше болады. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен ол жерде әртүрлі тәттілердің рецептісімен бөлісетін боламын. Безені дайындау үшін бізге 100 грамм жұмыртқаның ақ уызы, 200 грамм қант ұнтағы және лимон шырыны қажет. Немесе лимон қышқылы да болады. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызын салып, үстіне лимон қышқылын салып, жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Миксерді жақсылап алдын ала сүртіп алғанымыз жақсы. Құрғақ болу қажет біздің миксеріміз. Осылай жай жылдамдықтан бастап 1-2 минут миксерлейміз. Осылай аппақ болып көпіріп бастағанда 1-2 қасықтан қант ұнтағын сала отырып миксерлейміз. Айта кетейін, егер сізде қант ұнтағы болмаса, секер қоссаңыз да болады. Безелерімізді салу үшін бізге осындай кондитерлік қапшық қажет және 356 номерлі насадка қажет болады. Қараңыздар, біздің аппақ үлпілдек массамыз дайын, өз формасын ұстайды. Және осы массамызды 2 түске бояймыз. Менде сириновый және бирюзовый цветтер. Осылай ақ уызымызды теңде 2 бөлікке бөліп, гелевый краситель қосып, жоғарыдан төмен қарай басып алмай жақсылап араластыратын боламыз. Сізде егер краситель болмаса, қоспасаңыз да болады. Ақ уызымызға жақсылап краситель қосып араластырдық. Енді кондитерлік қапшыққа ақ уызымызды чередовать етіп салатын боламыз. Біздің беземіздің ортасына осындай соломка қажет болады. Бізде барлығы дайын.
формамызға пергамент қағазын төседім. Келесі ортасына соломкамызды салып, беземізді сығатын боламыз. Осылай сыққанда өзі ерекше әдемі болып шығады. Қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін соломканың 2,5-3 сантиметрін қалдырамыз да, осылай сығып шығатын боламыз. Мен безенің бірнешеуін көрсеттім. Өзіңізге қайсы ыңғайлы, қайсы ұнады, соны жасасаңыз болады. Және де мен әсемдік үшін бетіне осындай посыпкалар себетін боламын. Егер посыпка болмаса, сеппесеңіздер де болады. Ол өзіңіздің қалауыңызша. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, cause I never wanna play happy families with. Посыпка сеуіп болдық. Енді осы безелерімізді 90 градуста 3 сағат кептіретін боламыз. Ал біздің безелеріміз дайын, өте әдемі, ерекше болып шықты. Ортасы да өте құрғақ. Егер жақсы кептірілген араласқан безе болса, артынан сұйықтық бөлінбейді. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жазира. Келесі видеода кездескенше.